Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге сарымайсыз жасалынатын самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Және бұл өте пайдалы болып келеді. Жалпы қамыры кәдімгі суға иленеді. Тек қана суымызға тұзымызды қосып, ұнымызды қосып, қамыр қылып илейміз. Қамыр жалпы қатты да емес, жұмсақ та емес, орташа болып иленуі керек. Иленген қамырды целлофанға салып тындырып қоямыз. Ие қанғаннан кейін осылай алып бөліктерге бөлеміз. Бөліктерге бөліп, тындырып алып, жаятын боламыз. Жайып алғаннан кейін қамырды ортасына осындай малдың майы, тоң май деп аталынады. Барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Соны ертіп, ортасына сол майды жағамыз. Бұл майдың жалпы жағымсыз иісі болады, бірақ самса піскен кезде ол иіс білінбейді. Осылай екінші қамырды да жайып үстіне қоямыз. Тағы да үстіне майымызды жағып ораймыз. Осылай тартып орап, тағы да ораймыз. Осылай холодильникке жарты сағатқа немесе 1 сағатқа жібереміз. Енді 1 сағаттай тұрды. Енді бөліктерге бөліп аламыз осылай. Сіздерге қандай көлемде керек, сондай бөлікте бөліп алыңыздар. Одан кейін шетінен осылай жайып, салмамызды салып, жаңа самсаның формасын жасап, пісіріп аламыз. Енді самсаларымызды противенге орналастырып, пергамент қағазын төсеп, үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, пісіріп аламыз. Қызарғанша 180 градуста осылай әдемі болып піседі. Кәдімгі самсалардан ешқандай айырмашылығы жоқ. Сонымен қатар мен бұл жерде бұның пайдасын айтқым келіп тұр. Құрамындағы май, малдың майы болғандықтан ол бізге организмге өте пайдалы болып келеді. Сондықтан менің рецептіммен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Рахмет, сау болыңыздар.